қызыл күрең реңі өненгөй мынаның және керіш рең дейсіздер, мына реңі бар. Міне, мына мен кигенім мына пасом. Мына ішіме киіп алған юбкамды қыздар мына 20 сомнан қып беріп жатырмын, 25 сомнан мына ішімдегі мына юбкамды міне. Міне, мына черш юбкая қарасынан қамапты, гаң осы реңінен ғана қапты. Мына қызыл күреңін киесаң, ойбай деген әпеке сіңілдерге. Бір адамдар кейде осы шаршаймыз ғой енді, кешкішен анаған айтысып, мынаған айтысып, сауда бір жағынан. Бір уақыт біз осы бір фаңсон қығын келеді ғой осы кейдерде. Оған қу тұрмыс, бірде манау болады, бірде мынау болады, біреудің той болады, кейде баруға да құшықпай қалады. Осында бір болған кездерімізде нені ойлау керек деген сақ жанталас кетеміз ғой. Әтек бір адамдар кетіп бара жатып ұйқысыз бір өліп қалады ғой енді. Ой жағыңнан алғыр деп қанша енді ол шындық қой, бәріміз өлеміз, өлмесек қайда барамыз. Соған салыстырғанда тек бүйтіп не қыламын мен? Тек бір күн бір шіркін өзімді бір мындай демалтайыншы, өзім үшін де бір тозы қылайыншы деп бір ойлап көрдіңіздер ма? Кейбір адамдар ғой жаның күйттеп ол біреу әуіл қапты десең қатыр жоом аспан түсі астында отырып мәнті жейді дейміз ол адамдар. Сондай бір адамдар болады, енді сондай да. Ал енді және бір адамдар бар, бір нәрсеге қипылықтап шыдай алмайды ғой. Шыдай алмай кетіп айтып сайды, шыдай алмай кетіп бүйтіп сайды. Ал біздер де сол әлгі алдыңғы жол Ерекеңді мен боқтап соғысқан кезімізде енді мысалы. Соның ғана қылықтарына шыдай алмайлам кеп неғып өйткенімді де өзімді ұқпаймын да тауба. Ана бір түрлі жыным ұста кетті. Енді ол біреумен біреуші кей уақыттарда мен мынаны бүйтейін, мынаны сөйтейін демейсің да, кейде бір әңгімеден әңгіме шығып кейбір сөздер сен аузыңнан шығып кетеді. Бір әлгі әңгіменің әлгі бір деп сан чапалақтап бір айтатын әңгіме бар ғой, өненгөйінші деп былай. Сол кездерде. Ал енді кейбір кездерде әңгіме айтқан кезде әлгі бір әңгіме айтсаң бүйткен адамдар бар. Оған сен өлсің де әңгіме айтпайсың. Ал кейбір адамдар бағанағындай өненгөйінші деп бүйткеннен кейін әлгі әңгіме қызып осындай бір керемет әңгіме болғанда талай әңгіме айтылады. Сонымен сіз сол және бір адамның жан дүниесін танисыз сол арқылы. Соған мына осы үйде де бала тәрбиелейміз ғой, көбінше қанша уақыт шығар осы баланың жүрек сырын тыңдап көреміз. Болады, болмайды деп біз тек балаға бастықпыз ғой. Ол баланы бір уақыт сенше болғанда қандай, менше болғандайшы деп үйтпейміз. Соған балаңызға мына 65 сомға мен сатып жатқан мына гайдыптен үшеу беруден сырт бір уақыт баламен сырласуды үйреніңіздер. Баламен сырлассаңыз, әңгімелер керемет адамға ой салады. Әлгі ақыл бастан немене дейді? Ақыл адамның жасына қарамайды ғой, бір ауыз сөзбен айтқанда. Соған кейбір әлгі ақыл деген адамның жасымен қатысы жоқ, кейбір әлгі білмегенді үлкеннен сұра, үлкен жоқ.